Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге осындай жұмыртқаның, мынандай шикі жұмыртқаның сырты гүлге қаншалықты пайдасы бар екенін түсіндірмекшімін. Бұны суға салып, мынандай суға салып, ашытып қоямыз 2-3 күн. Осы суда тұрған екен, 2-3 күн тұрғаннан кейін бұл иісі жаман иіс шығарады, бірақ гүлге пайдасы өте көп. Сондықтан үйден шыққан шикі жұмыртқаның сыртын тастамаңыздар. Гүлдерге өте пайдасы мол. Бұның ішінде микроэлементтер бар, және де кальций бөледі. Барлық гүлдерге құюға болады. Даже даладағы гүлдеріңізге де құюға болады. Өте жақсы удобрение болып есептеледі. Қыздар, менің өткенде жұмыртқамы уже 4 күн уақыт өтті. Міне иісі шығып, кішкене ашыды. Енді бұны гүлдеріме құйып шығатын болам. Ең алдымен гүлдеріме су құйып шықтым. Міндетті түрде су құю керек. Себебі бірден удобрение құйсаңыз күйдіріп жіберуі мүмкін тамырларын. Кішкенеден гүлдеріме бөліп құйып шығамын. Гүлдеріңіз жайқалып өсе берсін. Сіздер де осылай істеп көріңіздер, нәтижесі болады.